Мен бұл форумнан үлкен әсер алдым. Астана экономикалық форумы әлемнің түкпірінен келген сарапшыларға өз тәжірибелерімен бөлісіп, пікір алмасуға мүмкіндік туғызды. Жаһандық мәселелерді талқылауға мүмкіндік жасап, халықаралық пікірталас алаңына айналған Астана экономикалық форумының жаһандық дамуға тигізер пайдасы зор. Әсіресе маған цифрлық экономика төңірегінде қозғалған тақырыптар өте қызықты әрі пайдалы болды деп айта аламын. Еуро бағасының түсуіне байланысты 2014 жылдан кейін 2 жылға жуық Қазақстан экономикасында қиындықтар болды. Алайда бұл өз кезегінде көптеген реформаларды қайта жаңғыртып, экономиканы нығайту үшін септігін тигізді. Бұның барлығы Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін көрсетті. Сондай-ақ әлемдегі тұрақсыздық жағдайға қарамастан, бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін Қазақстан макроэкономикалық саясатының тұрақтылығын нығайту және құрылымдық реформаны жүзеге асыруда жалғастыруы қажет. Нұрлы жол бағдарламасы инвестициялардың географиялық бағытталуына жағдай жасайды. Ал бұл өз кезегінде кедейлік деңгейінің қысқарып, ел экономикасын дамытуға айтарлықтай септігін тигізеді деп ойлаймын.